Сәлем достар, осыда мен бір жыл бұрын Өзбекстан мен Тәжікстанға барған кезде Франциядан келген 6 кісімен танысқан болатынмын. Маған француздармен әңгімелескен үлкен мотивация болды. Motivation. Мен де сол кезде өзіме бір мақсат қойған болатын, үлкен арақашықты великпен өтіп шығу деген. Августтың 1-нен бастап августтың 30-на шейін дайындалдым. Яғни күнде тренажерный залға бардым. Бүгінгі велотурдың спонсоры Coca-Cola. Негізі велотурда спортшының денсаулығы көп калория жұмсайды. Осы турға шығатын алдында көптеген информация жинаған болатынмын интернеттен. То есть жолда көбінесе кола ішкен дұрыс дейді. Coca-Cola'да калория көп, яғни велоспортсмен көп калория жұмсайды. Велик кайф, автопилотпен келатыр велигім. А нүктесінен осы нүктеге шейін 37 километр, 2,5 сағатта жеттім. Бір жақсысы жел арттан. Шамамен 60 километрге жақындап қалдым. Примерно скоростым 15 километр сағат емес 20 километр сағат аралығында. Арасында осындай үзіліс жасап тұрам. Яғни мен заттан түсіп қалғанда осындай үзіліс жасап жаяу жүріп қайтамын. Ең қиыны биікке шығу екен, қатты шаршатып жүреді. Келе жатқаныма 5,5 сағат болды, примерно 72 километр жүрдім. Қуанышты жаңалық, тамақ жейтін жеріме 30 километр қалды. Қуаныштысыз жаңалық, суым бітіп қалды. Кішкене қиынырақ болайын деп тұр. Но бірақ трактордан, яғни КамАЗдардан жол жөнекей сұрап көремін. 2 литр бензинім бітіп қалды ғой деп. Не бензин? Су ғой біздің бензиніміз. Градустар мол әкеліп кетті. Жоқ, бар болса да істейік. Жетіп алсам болды Қазалға. Тағы да менің суым бітіп қалды. Алтай деген бір ауылға келдім. Сол жерден бір үйлерге кіріп су құйып аламын. Ит жоқ болса болды бар. Саламатсыз, су құйып бере аласыз ба, пожалуйста? Рахмет көп көсіге. Жел деген өте қатты ұрып тұр, жүргізбейді. Айтпақшы мен Қазалға жеттім. Қазалане, ура! Достар, әйтеуір өтіп кетіп 8 сағаттың ішінде Қазалға да жеттім. Келесі маршрут Қамыстыбас көлі. Бұл жерден шамамен 50 километр. Қай жерден келсің? Байқоңырдан келдім ағасы. Байқоңырдан. Жүрсе қай? Қай жерде тұрасыз? Ақпай тұрасы ба? Велик дұрыс жасамай тұр. Ақпайда бір үйінде қала тұрам ба деп ойлап тұрмын енді. Атыңыз кім? Менің есімім Марат. Танысқанға қуаныштымын. Қайырлы кеш достар, мен бүгін Ақпайға келдім. Байқоңыр мен Ақпайдың арасы шамамен 135-140 километр. Негізі Қамбашқа барып қонам деп ойладым, бірақ великтің денсаулығы жарамай қалды. Ертеңге шейін қайта энергиямды восстановить етіп жолға шығам. Мен айттым ғой, Ақтөбеде оқыдым, жд деп. Сол жақта мен бір курс жоғары оқитын таныстарым бар еді. Сол жігіттің үйіне қонаққа келдім. Ешкім жоқ болса осылайды. Фуралар, трактор, тек қана мен, және де осындай биіктік болса, баяғыда жететінен көздеген жері. Достар, әйтеуір өтіп кетіп, 150 километрді артта қалдырып, Қамбаш көліне де жеттік. Суға түсем. Вау, су базар жоқ, мұзда екен. Достар, лайфхак менен өзім ойлап шығарған. Су өте қатты мұздай болса, ана аяққа шейін жүріп, тоңбаудың орнына сразу түсіп кетуге болады. Яғни көлде сразу терең жер жоқ қой. Сондықтан бүйтеміз. Бірінші былай жатамыз. Блин, су кәдімгідей мұздай екен. Былай жатамыз да. Алмаймыз. Үстіміздің бәрі су қылып алдық. Енді судан қорқпаймыз. До конца барамыз.
Бұл ұзақ велик теуіп кеткен адамдарға өте пайдалы мұздай су. Су бассейннің су сияқты мөп-мөлдір тап-таза екен. Алда әлі қаншама километр бар жүретін. Манан көлден шығып 20 километр жүрдім. Су бітіп қалды, көшеде машина жоқ, сусыз қиын екен. Тек жаяу кетіп баратын, айдауға шама жоқ. Өте қызық болып жатыр, өте қызық адреналин болып жатыр. Бүгін жаққа қай жол? Ау? Ана жаққа жол жоқ па? Тура бір жол ғой да? Рахмет. Жел деген жүргізіп жатыр кәдімгідей. Бастырмайды, педалі бар емес па? Жаяу жүріп кететін, аяғым талып қалды уже. Қазір мен Бөген деген ауылдамын. Жақсы жаңалығым, баратын финишіма 20 километр қалды. Жаман жаңалығым, ол жаққа жол жоқ, то есть асфальт жоқ. Жолда отырғанда, жүріп баратқанда немесе көп адамдар тоқтап, не керек, су керек па? Біз неге қонып кетшеш, қонақ болшеш, үй кіріп тамашық, ет асайып, даже суретке түсіп жатқан адамдар да бар. Көбісі бір қызық жері, мені бәрі орыс деп ойлап жүр. Достар, мен қуаныштымын, өйткені мен мақсатыма жеттім. 270 километрді бағындырдым. Бұл сапар өте қызықты да болды, қиын кездері де болды, бәрі де болды. Кеше Байқоңырдан таңғы 7:30-да шыққан болатын. Сіздерге айттым, Ақпайда қондым. 12 сағат ол жерден 9-да шықтым. Қазір сағат 7. Мен Қаратерен деген ауылдамын. Өте қуаныштымын. Мен өз армандарыма жетіп жатырмын. 100 арман жазып қойған болатын. Сол армандардың бірі осы велотур еді. Байқоңырдан шыққанда тек бір-ақ затты ойымдадым, яғни великке ештеңе болмаса екен деп. Мен өз денсаулығымды ойлаған жоқпын. Тек великті ойладым, неге оны баллон жарып, немесе рамыз сынып қалған кезде жаяу жүріп өту ол өте қиын. Ал мен шаршасам, кішкене демалып жүремін ғой. Великке көп рахмет, мені жолда қалдырған жоқ. Тағы да сәлем әлем жобаларында кездескенше. Аралым арнан толса екен, аққулар қайта қонса екен, ұл қыздарыңның санасы